Ассалаумағалейкум, қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз базовый HTML тегтермен танысатын боламыз. Мінекей ана жолы ашқан HTML проектіміз. Енді бәрін бастайық бірден. Сабақты бірден бастайық. Бұл видеоны соңына дейін көріңіздер бұл сабақты. Себебі сабақтың соңында сіздерді бір менен керемет бонус күтіп тұр. Оны біраз уақыттан кейін айтатын боламыз. Енді бастайық. Тег дегеніміз не? Тег дегеніміз мысалға мінекей мына body деп тұрған жақшалартқыште. Ал енді бастайық. Тег дегеніміз не? Тег дегеніміз мінекей мысалы мына body деген жақшалардың ішінде жазылып тұрған осы бір кодтың бір бөлігі деп айтсақ болады. Олар открывающийся және закрывающийся деп бөлінеді. Мысалы мінекей body тегінің мынау открывающийся тегі, мынау закрывающийся тегі. Міне байқап тұрғандарыңыздай, закрывающийся тегтің алдында осындай слэш бар. Сондай-ақ одинарный тегтер болады. Мысалға мінекей қайсысын алайық? Мысалы міне мета деген тег, ол одинарный. Бұл тег ашылды, жабылмайды. Көрдіңіздер ғой? Ал мына жерде body болсын, head болсын, HTML болсын, оның барлығы да екілік тегтер деп айтуға келеді. Мысалы бастайық. HTML деген тег ол нені білдіреді? HTML тег деген ол жаңағы базовый страницаның HTML екендігін білдіріп тұр. Мына жерде lang деген тіл жазылып тұр. Ішіндегі бұл атрибут деп аталады. Әрбір тегтің өзінің атрибуттары болады. Ол атрибут болатын болса, ал мынау значениясы оның. Head деген тег жалпы біздің сайтымыз, жалпы осы страничкамыз біздің бастан және денеден құралады. Яғни аударып тұрғандығыңыздай, head деген ол басы болады сайтымыздың, ал body деген ол теласы, яғни денесі болады. Бастың ішінде, яғни бастың ішінде деген қызық кетті. Headтің ішінде бізде жаңа көбінесе ақпараттық нәрселер болады. Мысалы мета UTF-8 деген бұл страницаның котировкасы. Мына жақта енді басқа да нәрселер, title деген, мысалы мына жерде бұл документ деп жазылып тұр. Мысалы сайтымызға кірейік, бұл жерде мінекей документ деп осы жерде аты жазылып тұратын болады. Сайтымыз әлі де бос, ол жерде ештеңе жоқ. Қазір біз барлығын бастайтын боламыз. Body деген дене. Барлық ақпарат, сайтта көрінетін барлық ақпарат, текст болсын, сурет болсын, слайдерлер, неше түрлі барлық меню барлығы да осы bodyдің ішінде жазылған кодтардан, bodyдің ішіндегі тегтерден, атрибуттардан құралады. Яғни бастайық. Енді бірінші тег қандай ол? Бастайық, жеңілден бастайық. Бұл жерде мінекей h1 деген. h1 дегеніміз не? Қазір көретін боламыз. Мысалы, жазайық. Қазақша жаза берейік. Барлығына сәлем деп жазып қойық бұна жерге қазір. Не шығады екен қарап қойық қазір. Обновить етеміз. Барлығына сәлем деген жирныймен үлкен бізде заголовок шықты. Заголовок деген тақырып деуге келе ме? Білмеймін. Жалпы осылай. H1 бұл яғни заголовоктар 6 тег бар. Яғни өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Қазір яғни ол H1, H2, H3, H4, H5 және H6. Олардың айырмашылығы қандай? Мысалы, тура осы текстті, барлық мәселемді 6 жерге де жазып шығайық. Сонда сіздер бүкіл разницаны, бүкіл айырмашылықты байқайтын, көретін боласыздар. Мінекей мысалы, барлығын жазып шықтым, сохранить етуді ұмытпаймыз. Мінекей барлығына сәлем деген тег 6 жерде 6 түрлі размермен берілген. Бұл жерден былай мынандай бір нәрсе бар. H1 деген тег ол бір ақ рет қолданылады. Яғни жаңағы мысалы страничкада несі болады ғой. Страничкаға кірген кезде өзінің оффері тұрады, мысалы тақырып тұрады сайттың деген секілді. Барлығына сәлем деген екіншісі, мысалы екіншісі, үшіншісі ол жаңағы тақырыпшаларды қолдануға келеді. Енді солай ары қарай кете береді. Заголовоктармен түсінікті. Келесі тег бізде P деген тег. P деген параграф деген мағынаны білдіреді. Бұның ішіне бір ақпарат жазылады. Қандай да бір ақпарат жазылады. Ол яғни қарапайым текстпен, мысалы бір фотоның астына жазып қоямыз деген секілді. Мінекей қарапайым, жирный емес, ешқандай курсиві жоқ, сызығы жоқ, қарапайым текст бұл. Сондай-ақ бұл жерде мынандай нәрсе бар. Сонымен бірге, мысалы пробел жазып жатырмын, мысалы пробел арқылы жаздым текстің бір бөлігін, бірақ оның барлығы бір жолда жазылғанда. То есть пробел деген энтермен жаздым мен жаңа. Қалай айтсам болады? Келесі жолға түсіру керек маған, бірақ бұл жерде пробел ғана тұрды. Келесі жол түсіру үшін бізде br деген тег бар. Br деген тег көп қолданыла бермейді негізінде. Бірақ кейбір кезде көмектеседі. Мысалы br-ді қойдық мінекей, және текстің бір бөлігі астыға түсіп кетеді. Мінекей осындай бізге керек кездер болады. Осындай кезде br деген тегті қолданамыз.
келесі тег бізде келесі тег а деген тег бар. А деген осындай тег, бұл ссылка. Мысалы, мына жерге бір сөз жазып қояйық. Қарапайым ссылка деп жазсақ. Ссылка деп жаздық. Мына жерде пустой қалдыруға болмайды. Мына жерге мысалы сілтемелеріңізді жазасыздар өздеріңіздің деген секілді. Біз мына жерге пока что осылай қоя салайық. Решетка. Ал мына етеміз. Мінекей ссылка деп көп болып тұр да. Апарған кезде мынандай саусақ шығады. Енді басамыз, ештеңе шықпайды, әрине біз өйткені ешқандай сілтеме қойған жоқпыз. Егер сілтеме қоятын болсаңыздар, мысалы Instagram-ға қоюға болады, осылай YouTube-ға қоюға болады деген секілді нәрсе. Келесі тег бізде img. img деген тег өзіміздер көріп тұрғанымыздай image деген сөзден шыққан, яғни ол сурет. Ол үшін бізге сурет керек. Қазір қандай да бір сурет керек. Жаңа біздің проектімізге папка ашайық мына жерге. Папка ашайық img деп. img-ның ішіне бізге бір сурет керек. Мына жақта бір картинкалар болып еді, қазір көрейін. Енді не сурет екен білмеймін, честно айтайын. Атын копировать етіп алайық. Атын копировать етеміз. Мына жерде put жазамыз. img былай. Alt деген жер, бұл бізде қалай айтсам болады, мысалы фото шықпай қалса, атын жазып қою керек. Мысалы картинка деп. Жаңа фото не сурет екені қызық болып отыр маған. Ноутбуктың сурет екен. Мінекей кішкентай сурет шығып тұр. Ол размері кішкентай, размермен жұмыс жасау бізде CSS-пен болады. Мысалы мына жерде бір қателік кетіп қалсын, альтпен жазу шығу керек. Міне мысалы картинка болған деген сияқты бұл жерде. Яғни картинка сынып қалып, бір сілтемесі сынып қалып деген секілді шығарып тұратын атрибуттардың бірі alt деген. Иә, мінекей осылай. Тағы да қандай бізде нелер бар? Бізде header бар. Бізде header бар. Одан кейін section бар. Және footer бар. Енді header деген басы, footer аяғы, section деген ортасы блоктар деп айтуға келеді. Бұл жерде сайт жасаған кезде керек болады. Мысалы басындағы меню болады. Мысалы меню, главное, оплата, заказ деген сияқты нәрселер тұрады. Мысалы контакт, олардың барлығын header-ға жасаймыз. Header яғни басы болады. Footer-ға енді аяқ жағында бір бөлігі болады. Қалғандары section болады. Мысалы кодты, барлық ақпаратты тек қана body ішіне жаза беруге болмайды. Олардың сыртында бір қабықтары болу керек. Мысалы осы header-мен бастаймыз да, осы жерде былай кетеді. Тағы да нелерін ашамыз мысалы. Оны түсіндіру үшін әрине күрделі тегтерді үйреніп, күрделі ақпаратпен жұмыс жасау керек. Келесі сабақтарда осы 3 тегті жақсылап түсіндіретін боламын. Тағы да қандай тег бар? Өзім мына жақта бір ескі проектімнен нелерді қарап отырмын. Тегтерді. Бізде список деген нәрсе бар. Список дегенде бізде all деген тег бар. All деген тег бар. Так. Және li деген тег бар. Бұны үшеуі бөлек тег деп айтуға келеді, бірақ li деген ол кішкентай нәрсе. Бұны пока қарастырмай тұра тұрайық. Бұл жерде бізде список деген ол не? Список деген мысалы былай тұрады да. Список тұрады. Адамдар ат жөндері тұруы мүмкін, жылдар тұруы мүмкін, даталар тұрады деген секілді. UL деген маркированный список, all деген нумерованный список. Оны қалай көреміз? Жалпы UL мен OL-ға көп нәрсе жазылмайды, оның ішінде li болады. Осындай li-ден бірнешеу болады да. Міне. Мысалы, 4 тим, 5 тим, 3 тим, ойбай. Ашта мен сандар енгізіп отырмын. Байқасаңыздар, келесіне жазу енгізе саламын. Бұл жерде ешқандай не жоқ, разница жоқ. Міне, маркированный список деген осындай маркерлер бар алдында. Ал енді мына OL деген нумерованный список болғандықтан, мен сіздерге көрсететін болам барлығын. Мінекей, мына жаққа жазамыз. Қарап әріпте жаза салайын, бұл жерде сөз жазып, оны уақыт кетіріп, ешқандай бір қажеттілік көріп тұрған жоқпын. Бұл жерде өздері қазір автоматически сандар шығатын болады да, сандармен жасалған список. Мінекей, жалпы осындай тегтер бар. Тағы да қандай тегтер бар, қарап шығайық қазір. Бұл үлкен бір сайттың несі. Так, ақырет көрсеттім.
Так, класс div image көрсеттім. Тут сондай мінекей список мынандай нәрселер бар. Копировать етіп көрсетсем сіздерге. Міне. Мына жерде мынандай список бар еще, мына қараңыздар. Түсіну үшін енді қарау керек, сені көріп жүр. Table-мен ашылады. Table border деген border береді, мына жерде сортын береді. TR, TH деген жаңа тура сияқты негізінде список, бірақ просто кесте сияқты ретінде түрінде беріледі. Енді жалпы бүгінгі осы деп айтайын. Негізі жақсы ақпарат болды меніңше. Енді сіздерге беретін бонусты атап өтейін. Ол бастапқы жаңа бастап келе жатқан бастауыш программисттердің 7 қателігі деген құны өте жоғары, там 5.000-10.000 теңгелік чек-лист бар. Соны сіздерге тегін берейін деп тұрмын. Ол чек-листті алу үшін жаңа төменгі ссылкада мен өзімнің инстаграмды қалдырып кеттім. Инстаграмда маған личкама чек-лист деген сообщение жазып жіберсеңіздер, мен сіздерге ол чек-листті тегін беретін боламын. Сондықтан да жалпы осындай тегін нәрселерді алып қуанып қалғандарыңыз жақсы деп ойлаймын. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тек қана осындай пайдалы контенттермен бөлісетін боламын. Алда бізде CSS бар, бұл тегтерді кеңінен қолдану бар, атрибуттар барлығын кеңінен түсіндіретін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Тек қана